Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Гүлім Арыстанбекқызы. Бүгін кешкі ас және оның тамақтануда алатын орны туралы айтатын боламыз. Күні бойғы ішілген тамақ, теңгерілмеген рацион, кешке артық тамақ жеу, осының бәрі адамның ұйқысының сапасына әсер етеді. Сапасыз ұйқы, толық емес ұйқы, ол біздің ертеңгі күні көңіл күйіміздің, хал жағдайымыздың нашарлауына алып келуі мүмкін. Яғни сіз түнгі ұйқыңыз дұрыс болмаса, ертеңгі күнгі жұмысыңызға, шаруаңызға, көңіл күйіңізге барлығына әсер етеді. Ұйқының жетіспеуі, ұйқы жетіспесе, адам ертеңгі күні шаршап жүреді, жұмыста әлді болмайды, жұмысқа зауқы болмауы мүмкін. Ертеңгі күнде артық тамақ жеуі мүмкін. Яғни сіз бүгін қалай ұйқы әсер етуі мүмкін деп ойлайсыз ғой. Сіз бүгін дұрыс ұйықтаған жоқсыз, мысалы, немесе кеш жаттыңыз, уақытында жатқан жоқсыз. Ертеңгісі күні сіздің тамақтануыңызға осы бүгінгі ұйықтаған ұйқыңыз әсер етеді. Ол қалай десеңіз, сіз ертең қандай тамақты таңдайсыз, соған сіздің ұйқыңыздың қануы, толық болуы, дұрыс болуы, осының бәрі әсер етеді екен. Яғни сіз тамақты таңдағанда ұйқысы дұрыс емес адам, ұйқысы сапасыз болған адам тамақты таңдағанда жаңағы бейсаналы түрде жоғары калориялы, тәттілік немесе жаңағы мучной дейді, ұннан жасалған тамақтарды, жоғары калориялы тамақтарды бейсаналы түрде таңдап жейді екен. Сол үшін ұйқының салмақ тастауда маңызы өте зор. Адам салмағын бір қалыпты ұстап тұрғысы келсе, немесе салмағын төмендеткісі келсе, артық салмақтан арылғысы келсе, міндетті түрде ұйқысын дұрыстау керек. Ұйқысы сапасыз болған адамдар, аз ұйықтайтын адамдар, олар ертеңгі күні тамақтануына әсер ететінін айттық. Олар теңгерілмеген жоғары калориялы тамақты таңдауға бейім келеді, және де өздерін жасанды стимулянттармен, яғни кофе, энергетик, тағы да басқа жасанды стимулянттармен өздерін белсендіруге бейім тұрады. Оларда үнемі шаршау болады, шаршау сезімі болады, жоғары калориялы тамақ жейді, және өздерін жаңағы кофемен, энергетиктермен белсендіргісі келіп тұрады. Себебі ұйқысы дұрыс болмағаннан, ол кешегі ұйқың дұрыс болғаннан, бүгінге уже сізде энергия болмайды. Енді кешкі асты қандай болу керек, сол туралы айтайық. Кешкі аста белок мол болу керек. Белок оның ішінде жеңіл қорытылатын белок, балық, тауық, белок көп болу керек, салат көп болу керек. Кешкі астың калориясы аз болу керек, көмірсу аз болу керек. Мысалы, көмірсу алдыңғы видеода айттық, көмірсу ол жаңағы күрделі көмірсулардан болу керек. Крупалардан тез сіңетін көмірсу емес, кешкі асқа тез сіңетін көмірсуларды мүлдем пайдалануға болмайды. Ал крупаларды келетін болса, олардың өзінде аз пайдаланған дұрыс. Салат, белок, аз мөлшерде көмірсу, және калориясы аз болу керек кешкі аста. Енді кешкі асты міндетті түрде ішу керек адам. Яғни кешкі асты ішпей қалдырып қоюға болмайды. Таңғы асты да қалай ішу керек, кешкі асты да солай ішу керек. Кешкі асты ұйқыдан бұрын 3 сағат бұрын ішкен дұрыс, одан кеш емес. Жатар алдында кешкі асты ішіп, бірден жатып қалған дұрыс емес. Кешкі астан кейін сыртқа шығып, жаяу серуендеп, шаг жасап келсеңіз, ол өте жақсы болып есептеледі. Кешкі аста пайдалы майлар, белоктар болу керек, жаңа айттық, көмірсу аз болу керек, мейлінше калориясы төмен, және кешкі ас кезінде, жалпы барлық тамақтану кезінде теледидар,
смартфон, газет оқу, кітап оқу деген сияқты іспен айналысуға, шұғылдануға болмайды. Кешкі ас туралы негізгі мағлұматтарды айттық деп есептеймін. Сұрақтарыңыз болса төменге қалдырсаңыздар болады. Келесі кездескенше.